Бүгін біздің 38-ші орта мектебінде Тараз қаласының «Қош келдің әз Наурыз» деген керемет кең түрінде мереке өтуде. Тараз қаласы номер 38-ші орта мектебі Наурыз мерекесін кең көлемде атап өтуде. Ал дәл қазір біз Ынтымақ ауылына келдік. Наурыз мейрамы өте жақсы өтуде. Көріп тұрғаныңыздай бізде киіз үйлер құрылып, ұлттық тағамдар дастарханда барлығы жайылып тұр. Бүгінгі Наурыз мерекесінде 7 ауыл бар, яғни 7 ауылдың ішінде ең ерекшесі бейбітшілік ауылы. Неге бейбітшілік деп қойдыңыздар? Біз 38-ші мектептің 9-шы В сыныбы. Ауылымыздың аты бейбітшілік, өйткені біз Қазақстанда тұрғаннан кейін көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін аспанымыз ашық, еліміз тыныш, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық, бейбітшілік заманда өмір сүрейік деп. Құдайға шүкір, қазір бейбітшілік өмірде сүріп жатырық, сол үшін бейбітшілік ауылы. Қош келдіңіздер. Наурыз мерекесінде дастарханда тұратын міндетті тағамдардың бірі ол әрине наурыз көже, ал одан бөлек дастарханда мынадай тағам тұр. Бұл қандай тағам, толығырақ айта кетсеңіз? Біздің дастарханымызда ортасында ойып тұрып орын алып отырған бүрме қарын деп аталады. Ең дәмді, ең тәтті тағам болып есептеледі бұл. Біздің ет тағамымыздан кейінгі осы екінші орындағы осы тағам деп есептейміз. Көрсу күнінен бастау алған мереке 9 күн бойы тойланады. Әз Наурыз қарсаңында облыстық қазақ драма театрында «Төрткүл ханзадасы» атты спектакль көпшілік назарына ұсынылды.